Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қалайсыздар? Демалыстарың қалай өтті? Мен сендерді сағындым. Бәрі жақсы болады. Ендеше қашықтан сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы отан үшін от кешкендер деп аталады. Мақсаты мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру, оқшау сөздердің қызметін түсіну және ажырата білу деп аталады. Ендеше мына суретті пайдаланып, ұлы отан соғысы туралы әңгіме жазуға кірісейік. Ал енді әңгіме жазбас бұрын бірінші тақырып қою, мазмұнын ашу, одағай сөздерді ауызша жазбаша мәтіннің ішінде қолдана біліңдер. Ал енді мына Сырбай Мәуленовтың өлеңін оқи отырып, соны бірге айтуға тырысып көрейік. Жаутаңдап қарап, дала тұр, көз жасын сүртіп жаңа бір хабарсыз ұлын сұрауға жолыңда тосып ана жүр. Қаншүйдің ұралап адамын, қаншүйде сөніп қалын оттар, көрдің бе ұлын ананың соғыстан қайтқан солдаттар. Кешікпей жарың келер деп төрені сайлап орындым. Батысқа қарап елеңдеп ару жүр тосып жолында. Көтерді бәрін ауырдың, азамат болып ардақтар. Көрдің бе жарын арудың, соғыстан қайтқан солдаттар. Рахмет балалар, енді сұрақтарға ауызша жауап беріңдерші. Отан үшін от кешкендер кімдер деп ойлайсыңдар? Соғыс дегенде ең алдымен көз алдымызға не елестейді? Тылдағы қариялар мен әйелдер, балалар қалай еңбек етті? Қалай ойлайсыңдар? Сол кездегі балалардың балалық шағы болды деп ойлайсыңдар ма? Қандай? Ауыр, қиын, қайғылы сұрақтар, иә? Бұған жауап беру де өте қиын. Ал енді оқшау сөздер дейміз. Қаратпас сөздер, қыстырма сөздер, одағай сөздер болып үшке бөлінеді. Қаратпас сөздер тыңдаушының назарын өзіне аудару үшін қолданылады. Қыстырма сөздер сөйлеушінің айтылған пікіріне әртүрлі өзінің көзқарасын білдіреді. Оқшау сөз, одағай сөздер айтушының көңіл күйін білдіру үшін қолданылады. Ендеше мысалдарын оқып, ережені жаттап, көңілдеріне тоқып алыңдар. Оқшау сөздердің белгілері: сөйлем мүшелері қызметін атқара алмайды, өзге сөздермен байланысқа түспейді, сөйлем ішінде жеке тұрады, тыныс белгісі арқылы ажыратылады. Естеріңе сақтап алыңдар балалар. Келесі мысал. Мысалға балалар: алақай. Бүгін күн тамаша. Тамаша. Бүгін алақай. Күн тамаша. Бүгін келесі сөйлем. Күн тамаша. Алақай. Осы сөйлемде одағайды табатын болсақ, балалар, алақай, одағай сөзі сөйлемнің басында келгендіктен одан кейін үтір қойылады. Бүгін күн тамаша. Бүгін алақай күн тамаша сөйлемнің ортасында келгендіктен одағай екі жағынан үтір қойылады. Бүгін күн тамаша, алақай деген сөйлемде алақай сөзі сөйлемнің соңында келгендіктен оның алдында үтір қойылады. Жақсы балалар, енді мына сөйлемдерді оқып және талдайық. Алақай бүгін күн тамаша. Алақай одағай сөз.
Меніңше, оның ойы жүзеге аспады. Меніңше, сөйлем басында қыстырма сөз. Әпке, сізге бірдеңе айтайыншы, әкпе, қаратпа сөз. 137 бет ережені оқыңдар. Оқшау сөздерді қатыстырып, тақырыпқа сай мысалдарды кестеге жазыңдар. Ал үйге тапсырма балалар 138 беттегі 4-ші тапсырманы дәптерлеріңе орындаңдар. Мен білдім, мен үйрендім. Нені толық түсінбедім. Немен жұмысты жалғастыру қажет. Көңіл қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сау, саламатта болыңдар балалар.